Сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қалай ойлайсыздар? Жанат тастары, бір көзді аю және қаржы әлеміне ортақ не болуы мүмкін? Бұл не десең, бұл ақша. Тынық мұхитындағы Яп аралында тастан жасалған үлкен дисктерді төлем формасы ретінде пайдаланған. Олардың салмағы тоннадан асып, диаметрі бірнеше метрге жеткен. Ежелгі Римде бұл ірі тұз кесектері. Ағылшынның salary сөзі осыдан шыққан. Бұның барлығы ақша пайда болғанға дейінгі ақша. Яғни бұлар тиындар мен қағаз ақша пайда болмай тұрып қолданылған. Осындай жанат тастарының біреуін қалтама сыйдыра аламын деп ойлайсыз ба? Ал мен супермаркетке жеткенше қай заман. Бұдан да ертерек кезге оралайық. Бір кездері адамдар ақшаның орнына айырбас саудамен айналысты. Айталық, менде шұлық бар. Сенде тіс пастасы бар. Маған тіс пастасы керек, саған шұлық керек. Біз айырбастаймыз. Бұлай қарасаң, ақылға қонымды, ақшаның керегі де жоқ. Бірақ жалпы айырбас сауда жүйесі қалай жұмыс істейді деп ойлайсыз? Мысалы, сен таңғы асқа круассан, жұмыртқа және апельсин шырынын қалайсың. Осыларды дүкеннен барып сатып алудың орнына, саған осы өнімдер бар және оны айырбастағысы келетін біреуді табу керек. Сенде наубайшы, апельсин шырынын жеткізуші, жұмыртқа сатушысына қажет бір нәрсе болуы керек. Егер сенде қарындаштар болып, бірақ ол әлгі үшеуінің ешқайсысына керек болмаса, онда сен таңғы ассыз қаласың. Айырбас жүзеге асу үшін оған қатысушылардың қалаулары өзара сәйкес келу керек. Бұлай айтқанда, айырбас жасау үшін сен өзіңе қажет заты бар адамды тауып қана қоймайсың, ол адамның да сенде бар затқа мұқтаждығы болуы тиіс. Егер Қазыбекте отын болып, оған етік керек болатын болса, ал Әлиге ол қажет болмаса, онда етікке қол жеткізу үшін үшінші біреулерді іздеп көп жақты айырбас жасауға тура келеді. Осынау жағдайдың бәрін ақша әлде қайда жеңілдетеді. Жалпы айтқанда, ақшаның өзі осылай пайда болған. Алғашында металл тиындар болды. Көбіне алтын мен күмістен жасалатын. Екі металдың да коррозияға төзімділігі жоғары, яғни оларды тот баспайды, бұзылмайды. Олардың жарамдылық мерзімі жоқ және оларды барлық жерде алу бірдей қиын. Алғашқы монеталар біздің заманымызға дейінгі 600 жылы Лидия корольдігінде, яғни қазіргі Түркия жерінде жасалынған болатын. Бұл монеталар электрумнан, алтын және күміс қоспасынан жасалған. Ал ең қымбат монета болып 1794 жылы шығарылған Flowing Hair доллар танылған. Бұл федералдық монета сарайы шығарған ақш-тың алғашқы долларлық монетасы болып саналады. Ал 2013 жылы бұл монета аукционда 10 миллион доллардан астам сомаға сатылған болады. Бірақ біраз уақыт өткен соң монеталарда қолдануда ыңғайсыздық тудыра бастады. Орта ғасырлық дүкенге барып, орта ғасырлық нан мен орта ғасырлық сүт пакетін сатып алсаң бір жөн. Орта ғасырлық кәсіпкер болғың келіп, шетелдіктермен сауда жасауды бастасаң, бұның барлығы әлде қайда қиын болары анық. Нәтижесінде алтын монеталардан банкноттарға көше бастады. Алғашқы қолданушылардың бірі деп әдетте Қытайды атаймыз. Әлемдегі алғашқы қағаз ақша 910 жылы Қытайда пайда болып, 1000 жыл бойы қағаз өндіретін жалғыз ел болған. Алғашқы ақша осындай болды. Кейін мынандай түрі шықты. Бүгінде ақшаның түрлі бейнедегі безендірілуін кездестіреміз. Мәселен, Ниуэ монетасында Скуби-Ду мультхикаясындағы кейіпкер бейнеленген, ал Шотландиядағы 2015 жылғы 5 фунттан 12 жасар Кайла Робсон салған бір көзді аюды көре аласың. Ол Шотландия банкі ұйымдастырған конкурста жеңіске жеткен. Қазір eBay-де осындай банкноттардың бірі 32.500 фунт стерлингке сатылады. 1987 жылы шығарылған Кук аралындағы 20 долларда акулаға мінген, қолында кокосы бар жалаңаш қыз бейнеленген. Бұл кейіпкердің аты Ина. Полинезиялықтардың айтуынша, ол мұхит құдайы Тинираудың ғашығы. Ол күйеу жігіті тұратын аралға жүзіп жетемін деген сәтсіз әрекетінен акуланың үстінен бірақ шығады. Жыртқыш балық оған көмектесуге келеді. Бірақ Ина жақсылықты түсінбейтін қыз болып шықты. Жолай ол өзімен алып шыққан какуш аңғағының бірінің сүтін ішіп, кейін қажетін тура акуланың үстіне өтейді. Балық оған ренжіп, екінші олай жасамауын сұрайды. Арал тұрғындары Инаның осы әрекетінен кейін акула еті дәмсіз деп есептейді. Қытай ақшасына оралсақ, Қытайдың алғашқы қағаз ақшасын күміске немесе алтынға айырбастауға болатын. Бұл алтын стандарт деп аталады. Алтын стандарт жүйесі бойынша қағаз ақшаны алтынның белгіленген мөлшеріне айырбастауға мүмкіндік болады.
1971 жылы ақш президенті Ричард Никсон алтын стандарттан бас тартты. Себебі күтпеген жерден жаңа алтын кен орындарының табылуы ақшалай теңгерімсіздікке әкелуі мүмкін еді. Артынша бұдан барлық елдер бас тартты. Ал енді ақша алтынға тәуелсіз дейді. Демек ол ақшаны қалағаныңызша басып шығаруға болады ғой, солай ма? Сосын ол ақшаны барлығына таратып берейік. Бәрі бай, бақытты болсын. Әрқайсында ұшақ, яхта, аралдағы вилладан болсын. Әрине ақшаны басып шығара беру оңай, бірақ оның арты неге алып келеді? Инфляция. Біз жаңалықтардан, радиодан, теледидардан әрдайым еститін сөз. Инфляция деген не? Оны сізге еңлі көмектеседі. Бұл дегеніміз ақша жай ғана құнсызданады. Мысал үшін, мына бір жағдайды алайық. Бағаның өсуіне дейін 10 шақты жұмыртқаның құны 300 теңгені құрады. Кейін 600 теңгеге өсті. Осылайша алдыңғы ақшаға сіз тауардың жартысын ғана ала аласыз. Ақша өте көп болғандықтан, тауарлар мен қызметтер бағасының жалпы өсуі және ақшаның құнсыздануы олардың сатып алу қабілеттерінің төмендеуіне алып келеді. Окей, ақшаны қалағаныңызша басып шығаруға, сондай-ақ бәріне бірдей таратып беруге болмайды. Бірақ кім болсын көп ақша табуды қалайды. Және де мұның жолдары бар. Сіз мұрагер атанып немесе лотереядан көп мөлшерде ақша ұтып аласыз. Алайда тарих көрсеткендей, жай ғана көп ақшаға ие болу жеткіліксіз. 10 миллион доллар ұтып алғаннан кейін адамдар өздерінің өмірі күрт өзгеріп кетеді деп күтеді. Бірақ бұл Виннипег тумасы Джеральд Мусвагенмен болған оқиға. 1998 жылы жеңіске жеткеннен кейін ол сауық кештерін жасау үшін үй сатып алды. Достарына теледидарлар мен көліктер әперді. Оқиға соңы оның барлық ақшасын жұмсап, ең төменгі мөлшерлеме бойынша жұмысқа оралуымен аяқталды. Түсінгеніміздей, жай ғана көп ақшаға ие болу жеткіліксіз. Сіз онымен әрі қарай не істеу керектігін түсінуіңіз керек. Ақша ол құрал. Мына балға сияқты. Бұл құралды қалай қолданатынымыз бізді соңында қаржылық еркіндікке жеткізу мүмкін. Осы маусымда біз Freedom Bankмен бірге ақша және онымен байланысты барлық дүниені талқылайтын боламыз. Тарих бізге ақшаның мөлшері маңызды емес, бастысы оны шебер қолдана білу екендігін үйретті.